Қазақстанда YouTube'да қанша ақша төлейді? Дәл осындай сұрақта маған көбіне жеке қойып жатады. Қазір сіздерге мысал ретінде көрсетіп жіберетін боламын. Қазақстанда орташа есеппен 0,5 және 1 доллардың ортасында төлейді. Егер де сізде одан аз болатын болса, демек сіздің видеоңыздың минуты аз. Егер де сіздің видеоңыздың ұзақтығы 8 минуттан асатын болса, ол жақта жарнама көбірек қоюға болады және сәйкесінше табысы да көп болады. Қазір сіздерге мысал ретінде қазақша каналымдағы бір видеоның статистикасын көрсетіп жіберейін. Мінекей осы видеоның аналитикасын көрсететін болсам, бұл 22 минуттық видео. Бұл видеода мен VM программасы туралы монтаж сабағын түсірдім. Қазірге дейін 70 000 просмотр алып келген екен, және расчетный доход, яғни табысы $58. Бұл жерде 1000 просмотрға шаққан кездегі көрсеткіш, яғни доход на 1000 просмотров RPM деп тұр, $0,183. Яғни 1000 просмотрға $0,83 төлейді. 70 000 просмотрға $58 алып келген. Егер де бұл жерде 1000 просмотрға таза $1 төлейтін болса, менде мына жақта $70 тұрушы еді. Және де байқасаңыздар, трафик барлығы поисттан келіп отыр.